Күндердің бір күнінде бір ауыл болыпты. Ол ауылдың әкімі өте сараң және де жаман болыпты. Бірақ оның атшабарлары оған қарамай оны жақсы көріпті. Бірақ ол сонда да сараңдығын қоймаған екен. Енді біз бастаймыз. Ё-моё деген атушы аласың ғой, короче. Ой, ё-моё, что там? Мә деген вообще күн деген бүгін керемет болып тұр ғой. Ема күшті ғына деген күн деген. Что-то мыналар неге жиналып тұр? Кәне ашып көрейінші менде. Мына жерде сөйлейтін нәрсе ғой. Бұны ертең бізді не үшін жинап тұрсыз? Әкім мырза айтсаңызшы. Бүгіннен бастап заң шығады. Барлықтарың мына сундукқа алмас құйыңдар. Әйтпесе болмайды. Не? Алмас? Алмас? Қайда алмас? Еман, болмайды ғой алмас. Алмас орнына изумруд бола ма? Тез айтыңызшы, не үшін біз неге саламыз оған? Жіберіңдер мен, неге жібермей тұр мыналар? Мәссаған. Алмас жоқ айт десе, салу керек. Менде алмас жоқ, сондықтан изумруд салайын құрсын. Әкім мырза, изумруд алыңыз. Әйтпесе менде алмас жоқ болып тұр ше. Изумрудты алыңыз. Сал жіберейін. Барлық изумруд өткізіпті ғой. Бәсе біздің ауылда алмас жоқ десе. Міне өткіздім. Вообще бұлай істеуге болмайды ғой, әкім мырза. Өзім білем, әйтпесе үйіңді қиратамын. Мыналар үй үшін салық жинап жатыр ма, сондай бір нәрсе ғой. Алмазымнан да айырылдым ғой, бір ай бойы жинап еңбектендім. Не істейміз енді? Ақша жоқ, тым да жоқ. Вообще ұйықтау керек ше, ұйықтайыншы өзі. Ё-моё, ауына. Что там мына жедел немене тұр? Жедел. Ё-моё, бәрі кіріп отыр ғой. Жедел, не болды? Джонни, өте көмектесші. Біздің жинаған изумрудымызды алып алды. Кейін отбасымды асырау үшін сол изумрудты жинап едім. Өте көмектесші. Көмектесу керек. Джонни, көмектес бізге. Әйтпесе бізде ақша жоқ. Жарайды, қазір көмектесемін. Құрал-саймандарымды алып алайын, достар. Достар, сіздер құр отырмай лап басып отырыңыздар. Давай, тіркеліп кетіңіздер, келесі бөлімдер шығармын мен. Болды, ашайын есікті, давай. Әкімнің үйі ғой, ең кереметі. Әкім қайда? Әкім жұмыстарымен кетіп қалған, наярды мен басқарамын. Сондықтан да сен тыныш жүріп кет, құры бар. Әйтпесе, мына қолымда тұрған қылышыңмен сенің басыңды кесіп аламын. Сондықтан да кет, құры бар. Түсіндің бе? Сондықтан кет бар. Окей, әкім кетіп қалса жарайды, мен тоқтай тұр, жедел мен шақырып жатыр. Жедел, не болды, неге шақырып жатсың? Джонни, міне осы терезеден кіруге болады. Бұл терезе өте берік емес. Общем, осы терезеден кірсең болады. Айт, осы терезеден кіріп кетейін. Кірдім, шақтым. Что-то естіген жоқ қой, мен естіген жоқ. Мәссаған алмас. Браням, нелердің бәрі тұр. Мәссаған аңғарандыр. Айт, қонауын деген. Бүкіл байлықтарды салып алайын. Жеделдерге мен наның бәрін берсем, бәріміз байып кетеміз ғой, наның бәрін алып кетейін қазір. Айт, мен шірік бай болып кеттім ғой. Салайын бәрін. Болды енді мен баймын мен. Миллиардтаған алмаздар ғой мына. Миллиардтарған изумруд қонағын бәрін. Наның бәрін сатсам деген, мен деген шіріген бай болып кетем ғой. Мәссаған тіпті қалтама да симайды, не істесем болады енді. Қалтаға да симайды, хотя бы біраз салайық па десек. Заттарымды да қалтап кете алмаймын, біліп қояды мен жайлы. Сосын мен түрмеге қамайтын жолайны жоқ. Болды, жарайды, осынша жетеді, бірақ қазір қайта келем мен қателеспесем. Мына балкон походу, балкон екен, секірсем біліп қояды. Оны ұра алмаймын дағы. Соқтан да мына жерде қазайын киркамен. Қаздым, мына жерде секіруге дайындал. Аяғым-ай. Нормаль. Кеттім, неге сразу жүгіріп кетейін. Аштым есікті. Жеделдер, міне алмаз алып келдім. Міне барлықтарыңыз алыңыздар, алмаздарыңыз алыңыздар. Достар, общем бүгінгі видео аяқталды. Каналымызға тіркеліп, лайк басу арқылы сіздер бізді қолдай аласыздар. Ал біз бүгінгі ауылдағы өмірді аяқтайтын боламыз. Сіздермен болған Джонни, давай.